Достар, қазір мен сіздерге Pinduoduo посылканы қалай отслеживание жасау керектігін көрсетемін. Pinduoduo'мызға кірдік, личный кабинетімізге кіреміз. Одан кейін мына жерде мына алдымызда сағатта бір деп тұрған. Одан кейін біздің КамАЗымызға өтті. Сол бір посылкамыз КамАЗымызға өтті. Енді сол КамАЗдағы посылканы қазір отслеживание жасаймыз. Мінекей сол үстіне бір дегенге басамыз. Одан кейін мына курткамыздың үстіне бір рет басамыз. Сосын үстімізде мына КамАЗдың суреті бар. Осы КамАЗдың суретіне басамыз. Мінекей бізде осылай мына отслеживаниеміз шықты. Астына стрелкамызды басамыз. Полностью қайда келе жатқанын көре аламыз. Немесе біздің картамызға басамыз. Мінекей мынау КамАЗ, мынау біздің Гуанчжоу деп жазылып тұр. Бұл біздің складымыз. Осылай жақындатып көруге болады. КамАЗымыз сол Гуанчжоуға барады. Астына қарайтын болсақ, уақыты бәрі полностью жазылып тұр. Мынау біздің мына трек номеріміз. Мына трек номерімізді копировать етіп, немізге саламыз приложениемізге. Міндетті түрде мынау емес трек код, мінекей трек кодымыз. Мынау трек код біздің, мынау копировать етеміз. Сол алдыңғы сабақта көрсеттім. Приложениемізге мінекей осылай барамыз. Трек кодты осылай добавить етіп тексереміз. Данный трек код не существует дейді. Өйткені себебі біздің посылкамыз әлі Қытайдың складына жетпеді. Одан кейін мұны тіркегеннен кейін сол трек кодтарымызды мои посылки деген жерден тексереміз. Мінекей курткамыз осында тұр. Мінекей жаңа добавить еткен курткамыз өшеде тұр. Бұның жазылып тұрған көктің үстіне бассақ, мінекей данный не существует дейді. Бұл біздің посылкамыз әлі Қытайдың складына жетпеген. Жеткені қайдан білеміз? Мынау алдындағыларды басайық. Мінекей мынау уже складқа жеткен деген сөз. 16 августта складқа жетті. Одан кейін мінекей товар покинул склад ет. Осылай мына складты покидать етіп Алматыға қарай келе жатса, мына 20 августта склад покинул. Одан кейін товар покинул склад дейді. Егер складқа жетсе, принят в отделение связи дейді. Одан кейін товар покинул склад деп кетеді. Потом Алматыға жетсе, мінекей 31 августта Алматыға жетті. Товар в Алмате дейді. Осылай сіздерде шығады. Осылай каждый посылканы үстінен басып көре аласыздар. Бұнекей бұл да Қытайдан шыққан. Мұны принято в отделение. Бұл жерде, бұл приложение тек қана сіздің товарыңыз уже складқа жетіп, Қытайдың складына жеткен кезде ғана осы трек номеріңіз осы жерде отслеживать етіп көре аласыздар. Мінекей мынау біздің картамыз, мына КамАЗымыз. Мынау немізге Гуанчжоудың складына келе жатыр. Осылай қарай аласыздар. Бұл тек қана сіздер отслеживание жасайсыздар, қалай сізге складқа келеді. Складқа келгенше де мінекей осы жерден қарап, осы жасыл точкалар болады. Сол кезде уақытын бәрін, жолын бәрін қарай аласыздар осы жерге жеткенше де. Енді Қытайдың ішіндегі қалай отслеживание жасаймыз, соны сізге көрсетейін. Ол үшін, егер сіздерде WeChat болса ғана, сіз Қытайдың ішіндегі посылкаңызды отслеживание жасай аласыздар. Складқа жеткенше де, магазиннен складқа жеткенше де WeChat арқылы отслеживание жасаймыз. Оны қалай істейміз? WeChatыңызды ашасыздар. WeChatыңыз болса, мінекей менде WeChat бар, WeChatты ашып жатырмын. Оның бүйтіп үстінен былай қарай жылжытсақ, мінекей осындай приложенияны сіздер WeChat'тан тауып басып алу керексіздер. Бұл тек қана Қытайдың ішіндегі отслеживание. Қытайдың складына жеткенше дейін бұл отслеживание жасай аласыздар. Уже Қытайдан складына жеткеннен кейін Қазақстанға шейін жаңағы каргоның приложениясымен отслеживание жасай аламыз. Бұл жерде мінекей мынау поисковиктің осындай несі шықты. Строкасы, оған біз өзіміздің трек номерін копировать етіп аламыз. Мінекей тағы да айтайын, көбісі шататсады. Мынау трек номер, мынау копировать, осыны копировать етіп аламыз да, жаңағы үстіндегі поисковикке трек номерімізді жазып, лупамызды басып, осылай
табамыз, иә. Мінекей мынау біздің уже почтовый неміз шықты. Бұл почтаның өзі логотипі. Бұл біздің Қазақстанда Қазпочта деген бар ғой, иә. Бұл сондай сияқты, бұл Қытайдың почтасы, иә. Оны не істейміз? Оны біз мына жерде WeChat деген мінекей мынаны басамыз. И өзімізге қазір соны жаңағына мінекей өзіміздің страницамызға осы жаңағы почтамызды жібереміз, иә. Қанекей енді мінекей өзімізге жібердік осылай. Осының үстінен бір рет басып, қазір почтамызды ашамыз. Мінекей біз почтамызды ашық, иә. Бұл почтаның жай айтқанда логотипі, мынау данныйлары почтаның. Осы стрелканы бассақ, ары қарай астына қарай түседі. Мінекей бұл біздің КамАЗдың жүру жолдары, иә. Мынау 8 октябрьде 9:54-те магазиннен шықты. Мінекей уже мына жерде мінекей келе жатыр, иә. Осылай бәрін переводқа салып, сіздер отслеживание жасай аласыздар, складқа жет. Осылай мұны сіздер өздеріңіз посылкаларыңызды отслеживать ете аласыздар, әр посылкаңызды, иә. WeChat'тан, егер WeChat'тарыңыз болса, осы Қытайдың ішіндегі жолда отслеживание жасай аласыздар. Магазинге, каргоның складына шейін, каргоның складынан шыққаннан кейін, мынау трек кодыңызбен уже өзіміздің Қазақстанның каргоның приложениясы арқылы Алматыға келгенше дейін жолын отслеживать жасай аласыздар.